Қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге осылай бір жасағаннан керемет болып шығатын бисквитті үйрететін боламын. Бисквиттің ережелерімен толықтай танысып, видеоны мұқият тыңдап, жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға осылай жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Бірінші ереже ол ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болу керек. Егер де құрғақ болмаса, ыдысымызды салфеткамен жақсылап сүртіп құрғатып алыңыздар. Екінші ережеміз жұмыртқамыз міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Егер де бөлме температурасында болмаса, бисквитіміз жақсы көтерілмейтін болады. Бөлме температурасында кем дегенде 1 күн тұрған болу керек. Осылай қантымызды жұмыртқамызға аз-аздан салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Үшінші ережеміз, миксеріміз де міндетті түрде құрғақ болу керек. Егер де құрғақ болмаса, сүлгімен немесе салфеткамен міндетті түрде құрғатып алыңыздар. Жұмыртқамыз осылай жақсылап аппақ болып көтерілгенше міндетті түрде араластырамыз. Жоғары жылдамдықпен араластыру қажет. Қараңыздар, жұмыртқамыз осылай керемет болып аппақ болғанша көтеріліп шығады. Міндетті түрде қою болғанша араластырамыз. Мінекей осылай қою болып шықты. Қараңыздар, енді миксердің бізге керегі жоқ, алып тастаймыз. Мінекей жақсылап қарап алыңыздар, жұмыртқамыз осылай қою болғанша кем дегенде 7-8 минут араластырыңыздар. Енді қопсытқышымызды ұнымызға салып аламыз. Мінекей салып алдық қопсытқышымызды. Енді осылай ұнмен араластырып, көпіртіп алған жұмыртқамызға аз-аздан ұнымызды осылай салып араластырамыз. Төртінші ереже ол жұмыртқамызға көпіртіп алған жұмыртқаға ұнды аз-аздан салып, осылай ақырын араластырамыз. Егер де тез араластыратын болсаңыздар, өзінің көлемін жоғалтуы мүмкін. Осылай жақсылап ақырын араластырамыз міндетті түрде. Міндетті түрде қамырымызда түйіршіктер болмауы керек. Мінекей ұнымызды жақсылап салып, ақырын араластырып алдық. Осылай әдемі үлпілдек қамыр болады. Қараңыздар, қандай әдемі үлпілдек. Ұнымыздың соңында салдық. Мінекей араластырдық осылай ақырын. Түйіршіктер болмасын міндетті түрде. Осылай түйіршігіміз болмағанша жақсылап араластырамыз. Енді осылай формамызға дайын болған қамырымызды саламыз. Формамыздың астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер. Осылай қамырымыздың бәрін салып алдық. Мінекей бәрін салдық. Осылай қолдың көмегімен бетін осылай түзулеп жібереміз. Содан соң 5-ші ережеміз ол алдын ала пешімізді міндетті түрде 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Міндетті түрде. Содан соң 25 минут уақыт болмағанша бисквитті ашпаңыздар. Себебі ашсаңыздар өзінің объемын жоғалтады. Мінекей 25 минуттан кейін осылай қызарып шығады. Содан соң зубочисткамен осылай тексересіздер. 25 минут болмағанша міндетті түрде ашпаңыздар. Себебі өзінің көлемін бірден түсіріп жіберуі мүмкін. Енді осылай тексеріп болғасын, пешімізге, өшірілген пешке осылай бисквитімізді 5 минуттай аузын жартылай ашып қойып қоямыз. Мінекей формамыздан бисквитті шешіп алдық. Осылай қойып, салқындатуға қойып қоямыз. Мінекей бисквитіміз толықтай салқындады. Қараңыздар, осындай керемет болып көтеріліп шығады. Кем дегенде 7-8 сантиметр. Осымен бисквитіміз дайын. Видеоны толықтай көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше амандықта сау болыңыздар.